концертте де айттым ғой жаңағы вирус жүр екен деп. Сол вирус жұқтырып алдым ба. Мысалы залда бір орынға 2 адамнан отырды. Мен даже мына концерттің концепциясын толыққанды 180% ауыстырғым келді. Бірақ Алматыдан зал таппадық. Біздің қазақтар ертең концерт дегенде билет алынады, уайымдамашы деп айтқанбыз. Сол күні билеттердің барлығы солда қалып сатылып кетті. Мысалы Бакуге кетіп бара жатырмын деген мен Инстаграмнан көрдім. Бұйырса Америкада концерт берем деген бар. Мен де жиі айтамын ғой негізі. Көңілді әндер айтыңдаршы деп. Тыңдарманға дейінгі кезеңде әннің қаншама жұмыстардан өтетінін халық біле бермейді. Сәлем достар, бүгін біздің номер 1 подкастымызда ерекше қонақ, кеше ғана Астана қаласындағы жеке концертін өткізген жастар арасындағы хит әндердің авторы әрі орындаушысы Айбек Жексен келіп отыр. Қош келдің, Айбек. Қош келдің. Шақыруымызды қабыл алып келгеніңе рахмет. Рахмет шақырғаныңа. Сонымен қатар бүгін бізде эксклюзив болайын деп отыр. Айбектің анасы осы күнге дейін біздің ұсынысымызға біраз ойланған болатын. Одан кейін осындай сәтті уақытты жіберіп алмай біз подкаст шақыруға жөн көрдік. Дина Арипова, Дина апайым келіп отыр. Бүгін ерекше бір әңгіме, әсерлі әңгіменің куәсі боласыздар. Олай болса бастаймыз. Айбек, қош келдің біздің ортамызға. Енді алғашқы сұрағымыз ол концерт туралы әрине. Кеше ғана Астана қаласында бүкіл зал толық, әрине оған күмәніміз болған жоқ. Дегенмен де ауа райы бар, Астананың жалпы көңіл күйі бар дегендей. Сол концерттен бастасақ, алғашқы үлкен залдағы концерттің әсер қалай, көңіл күй қалай? Көңіл күй күшті. Менің жалпы баяғыдан армандап келген жалпы осындай концерт қойсам ғой деп баяғыдан армандайтын. Сол арманға жеткеніме бір бақытты сезімде болып сондай күйді кешіп жүрмін қазір. Кішкене бір ауырыңқырап қалған болмаса, концерттен алдында мен негізі ауырып сөйтіп тұрғам. Концертте де айттым ғой жаңағы вирус жүр екен деп. Сол вирус жұқтырып алдым ба, вирустың жүрмейтін жері жоқ деп. Бірақ сол концертте болған қызық жағдайларды айтып кетейін. Жалпы бұл концертке біз Арнұр Құдиярбек деген менің досым бар. Жалпы концерттің бастамашысы. Ол жігітке ерекше алғыс білдіргім келеді. Өйткені біз бұл ойды, жалпы концерт жоспарлауды осыдан 1 жыл бұрын ба, қателеспесем бастап соны ойластырып жүргенбіз. Концертті қайда қоямыз, қалай қоямыз, қалай жасаймыз, жаңа программасы, бағдарламасы қалай болады, қандай әндер кіреді деген сияқты. Соны баяғыдан ойластырып жүргенбіз, әртүрлі бір-бірімізге идеялар тастап. Соған сәті осы кешегі күнге түсіп тұр екен. Жалпы Алматыдан бастайтын болғанбыз басында. Алматыдан көрейік деп. Аяқ асты негізінде басталып кетті бұл шаруа. Алматыдан бастайық деп. Бірақ Алматыдан зал таппадық біз. Керекті. Өзімізге сай. Солай бұйырып тұр ғой енді Астанадан. Бірде жаңағы арендасы қымбат, оның жасыратын ештеңе жоқ. Арендасына қымбат болды. Біреуін тапсақ, бір зал кішкентай немесе өте үлкен деген сияқты. Сондай моменттермен. Арнұрдың өзі Астанада тұрады. Астанадан жаңағы Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияда бір ғана дата болса екен, 9 желтоқсан күні. Соған қояйық давай, қой жіберейік. Осы жылдың соңғы бір нүктесін қояйық өзіміз үшін де деп. Сөйтіп осы концертті жасауды бел буып қойдық. Ал енді жаңа несін барлығы ол қойғанмен бәрібір дайындық бар, ішкі көңіл күй бар. Жалпы ойластыру
не жаңағы Ұйымдастыру жұмыстары бар. ұйымдастыру жұмыстарына келген кезде біз түсіндік ондай жаңағы қаражат жағын кішкене қатты қиналып қалатынымызды түсіндік та. Сосын ивент деген Белгілі компания. Жұмажан Қалтаев ағамыздың жетекшілігімен құралған компания. Ол ағамыз мен әкеме осыдан 2 жыл бұрын концертін өздеріңіз білетін. Өздеріңізден қалай? Өзім білетін концертін ұйымдастырып берген сол ағамыз. Сол кезде бері екеуміз жаңағы сөйлесіп тұратынбыз Жұмажан ағамен. Концертің болатын болса маған айт деген сөз есіме түсіп, сөйтіп мен жалпы сенің кеше концертің аты қандай болды жаңа? Әлбек Жексен алғашқы концерт. Алғашқы концерт. Ешқандай болған жоқ. Жұмажан. Сөйтіп Жұмажан ағаға хабарласып, аға осындай ашығын айттым, көмегіңіз керек болып жатыр деп. Ол бірден келісіп көмектесеміз. Онда барлық жұмыстардың барлығы бізге бір как раз Атамекен деген продюсерлік центр аштым. Дәл осындай бір шаралармен айналысып жатырмыз, бастадық деп. Онда барлығы сөйтіп сай кеп. Нағыз керек кезінде табылған адамдар жаңағы орында сай келе қалған. Өздері сөйтіп қолға алып барлығын бастап кеттік. Концерт ұйымдастырдық қой енді, бастадық. Несі кетті, рекламасы кетті. Менде кәдімгідей уайым қатты басталды, уайым сол жағынан ше. Оған дейін негіз сен қатты уайымдап жүрген жоқ едің ғой? Жеңіл қарап жүрдің ғой? Одан кейін жеңіл қарадым. Енді басында қатты онша серьезно қарап жүрген жоқ едім нәрсеге. Өйткені жаңа кішігірім концерттер беріп қойып жүрміз ғой, сондай болады деген. Бірақ бұның ауқымдығын ойламағасын, онша қатты бүйтіп. Как Мускафедегідей. Сөйтіп рекламаны бергенде уже 1 апта өтеді, 2 апта өтеді, сөйтіп жаңағы билеттер өтпейді да. Өтпей жатыр, ешкім алғысы келмейді. Мен онша өзіммен өзім күмәндана бастадым. Жалпы мына идея дұрыс болды ма деп. Датасы мысалы 9 желтоқсан ол бейсенбі. Аптаның ортасы. Аптаның ортасы біріншіден. Екіншіден футбол болып жатты. Сол именно сол күні Қайратпен бір команда келіп, халықаралық деңгейде бір сондай матч өтеді деп жаңағы билеттің сатылымына да әсерін бергенде болды. Сондай моменттер көп болды. Ішкі күйзелістер, ішкі жаңа психологиялық тұрғынан да күйзелдім. По-моему, соның барлығы бойыма жиналып, әсеріп содан да ауырып қалдым сен. Депрессияға түсіп өткен. Қасындағы жүрген достар барлығы біледі. Мен даже мына концерттің концепциясын толыққанды бүйтіп 180% ауыстырғым келді. Өйткені жаңағы енді залдың арендасын беріп қойғанбыз. Маркетинг, реклама жүріп жатыр, бірақ одан ешқандай жаңағы обратный эффект, кері байланыс болмаған соң, билет алынбаған соң уайымдай бастадық. Мен уайымдай бастадым, балалар уайымдап жүрген жоқ, әлі ерте уайымдауға деп. Мен өзім не істейміз енді деп, мен бүкіл концерттің концепциясын ауыстырып, мен өзімнің жеке концертім деп емес, рекламаға. Мен қонақ ретінде, Қазбек Қайшы екеуміз қонақ ретінде басқа концерт, жаңа жылдық концерт, жаңа жылдық көңіл-күй сыйлайтын сондай. Өйткені өзіміздің негізі бастапқы идея сондай болған, мен концертімде жаңа жылға да бір түрткі болатындай. Жаңа жылдық әндер де болды ғой концертте. Сондай бір атмосферада жасаймыз ба деп сондай ой болып жүрген. Сол ойды толыққанды жаңағы жүзеге асырамыз деп сондай ой тастап Арнорға уже соған көшіп кеттік біз сол 2 апта көлемінде.
Биз болгондо сен гана ма, Арнур да солай? Арнур да барлыгы, я жаңа Жумажан агага да айттым, ага билет Сен өзүңдөн өзүң паниковать этип атсың, сонда, өзүмөн Маған да айттың оны. Мен биздин казактар эртең концерт дегенде билет алынат, уайымдамаш деп айткамчы. Билеттер чөтө мама өтпөй жаткан сыяктуу. Бизде казакта сондай. Баягы папаң да концерттери сондай болгон. Эртең концерт дегенде аламыз го. Барлык Буюрса нерсеге өз солай. тыңдарманың бар, келеді. барлыгы жан жактан сөйтүп колдоп жатыр го. Бирок мага жаңа результат көрмеген соң болот го иштей бир. Мүмкүн программада кателик болгон. Программаны мен өзүм толук кандуу өзүм курастырдым. Кызык болмой калады мекен деп сондай бир жаңагыдай күмәнде болду, катты күмән болсо, сол жагынан да уайымдадым. Казакча, агызынча, жаңагы баары аралашып кетти, мультиктер баары. Сөйтүп келе билет жаңагы рекламага энди баарлыгыбыз жан жактан жаңагындай Күч салып, жан жактан жарнамасын жасап. салдык. Билмейм, эмне рекламада жалпы баарлыгына жаңагы сонун күшүмен бекен немесе жаңа датага жакындай берген сайын әйтеуір билеттер өте баштады. Соны көрүп иштей бир Сеним. сеним пайда бола баштады ма, сол аптада кайтып жаңагы бастапкы өзүмдүн программама Кайтадан ауыстырдым. ауыстырдык да. Арнага айттым, вот давай. Осылай кетме, солай кет. Экинчи концертке дайын экен ғой онда программа. Сольный концерт го, сольный калдыра берейик. Барлыгын айтып койдук, Казбекке да айтып койдук, папамызга да айтып койдук, осындай болот деген соң до конца добивать этейик дедик да. Калдырдык. Кудайга шүкүр, сосын датага жакындай берген сайын шынымен ак элдер уже жаңа билеттер алып такылган кезде сол күнү билеттердин барлыгы солд аут болуп сатылып кетти. Мисалы залда бир орунга 2 адамдан отурду. Солай тауып берип отурду, Жаңа эсик алдында туратындар не дейтин эди? Кыздарды. Кыздармы? Бир орунга 2 кыздан отургуздурду. Өзүбүз көрдүк го, Орун болмай, кешиккенде жаңа пробкамен келди го баарлыгы. Ол күн Астанада кар жауып кетти. Баары бири-бирине сайкес келип, бирок сонда да зал толук болду. Өзүбүз кешигип бардык го, мисалы 8:30 бардык. Самолеттен түштүк да, таксиге отурганбыз. Сол 1,5 саат жүрүп бардык сенин концертиңе. Башталып кететін болду. Бирок мен сол таксиде кетип бара жатканда историясын карасам, баламдын агылшынча жазып коюпту, билет жок деген. Ал мен жаңа сайттын ичинде sold out деп алып жазып. Сайт өзү чыгарып берет. Кудайга шүкүр дедим. Кудайга шүкүр деп. Именно сол күнү сосын кәдімгідей бір күн бұрын біз Астанаға келдік, бендімізбен репетицияға дайындық жасадық. Сол кезде мен ауыра бастағам, негізі 2-3 күн бұрын концертке дейін. Тамағым ұстап, мұрным бұрқылдап, сөйтіп мазам болмай. Бірақ дәрілерімді ішіп, қайтады ау деп үміттеніп. Ол кезде енді дайындық барысында қатты білінген жоқ. Өлеңді айтып жатыр, кәдімгі барынша дайындалдық, бірақ қана дайындық болды бізде Астанада. Өйткені Алматыдан біз Жажабайнты апардық та, Астанадан қалған музыканттарды жалдадық. Жібек Мұсырғалиева деген менің қарындасым бар, скрипкашы, сол өте дарынды, сондай скрипкашы қыз, кәсіби. Ол да жинап берем, Абек, конечно, деп адамдар жинап, өзі дайындалып, өзіне алып репетицияны жасадық та, ертесіне тамағым ісіп, сол 9 күні таңертең тұрдым. Концерт болатын күні. Концерт болатын күні тұрсам, тамағым деген ісіп, мына жерден қабынып. Бір жағынан сынақ сияқты, бір жағынан сол нені жеңіп жаңа. Сынақ енді білмеймін, концертке дейін болды ғой. Бірақ концертте білінген жоқ ешқандай да. Өзің айттың, қазір бір ақаулар болып жатса даусымда, онда мән бермеңіздер. Айтуға тура келді, өйткені шынымен өйткені мен даусымда таңертең мен кәдімгідей 100%-ді сенім болдым, концертті жасай алмайтын, концертте айтып
айта алмайтыныма, ән айта алмайтыныма. Өйткені до того сондай болды да, мына жерде бір тамағым ісініп пысынып сөйлеуге де шамам болмай. Мен Арнұрға айттым, Арнұр бірдеңе істеу керек, фониатор ма, жоқ фониатор, врачқа барып па бірдеңе қылып, бір хотя бы бір уақытша емдейтін бір амалын іздеу керек, білмеймін қалай болатын деп. Ол кезде уайым тағы да басталды. Сөйттік та, фониатор таптық. Астанадан. Иә, Астанадан. Ол фониаторға барып емдеткенде жаңағы неме тамағым бірдеңелер құйып берді. Ода да енді бәрібір күмән болды, ол көмектесе ме көмектеспей ме деп. Кейін концерт барысында, бірақ фониатордың өзі айтты, мына көмектесу мүмкін, бірақ сен мені шақырсаң болады, концерт барысында саған қадағалап қарап отырамын. Концерт барысында өз сахнаға шыққан кезде мен кәдімгідей әндерді мынандай қылып айттым ба, наугад кәдімгі. Сол жерде өзімді тамағымды тексеріп тұрып айттым деп айтуға болады. Өлең айтып отқан кезде мен кәдімгі толыққан сенімділікпен айта алмадым. Еркін емес бұрынғыдай, себебі тамақ ауырып тұрғаннан кейін. Толқу да бар ғой. Иә, толқу да бар, и тамаққа онша сенімді болмадым да. Тексеріп, сол жерде уже түсініп тұрдым да мен тамағым. Мен өзім мүмкіндігімнің, даусымның мүмкіндіктерін, жаңағы мына нотаны ала ма екен, ала алмаймын екен, айтсам ба екен, айтпаймын екен, ән айтып тұрып сөйтіп ойланып тұрдым. Қазір айтып көрейінші деп айтсам, тамағым ашылғандай болып. Репетиция сияқты бір жағынан сондай әсер. Иә, уже концерт барысында соны тексеріп тұрдым да. Болады екен ғой деп. Сосын шықтық, жаңа бір блок бітті ғой. Киінуге барған кезде фониатор келді. Тағы да несін дәрілерін құйып берді. Содан кейін уже жақсылып ашылғандай. Дәрінің әсері, күшімен, дәрінің әсерімен ғана. Ол кезде өзі де бір не болған шығарсың, бір спокойствие келген шығар саған уже концерт басталғаннан кейін. Иә, мен кәдімгідей. Сол кезде өзінен өзі ашылды да даусың негізінде. Иә, адреналин болды ау деймін. Оның өзін бәрі переживать еткеннен ғой негізінде. Соның барлығы жиналды ау деймін да тоже. Тамаққа. Бірақ ана кәдімгі осындай сынақ берілгеніне мен соны таң қалдым. Бұндай да болады екен ғой. Бұрын осылай айтса, жаңа әлемдік әртістер, әншілер айтса, сенбейтін сияқты, ертегі сияқты көрінеді. Шын мәнінде осылай болды, иә, осылай. Бірақ бұған дейін сол жаңағы айтқан маман, біз білмейміз ғой ондай дәрігердің бар екенін, мысалы мен білмеуім мүмкін. Ондай маманға, дәрігерге барған кездерің бұған дейін болған жоқ, иә? Бұған дейін болған жоқ, мен бірақ енді біліп көріп жүрдік қой. Әкем де фониатор деп атайды, именно сол жаңа тамақ ауруларын әншілер емдейтін, кәдімгі сол салада жұмыс істейтін білікті маман, сол врач. Сол күн сол есіме түсті, фониатор деген сондай дәрігер бар болушы еді ғой деп есіме түскен қайта дұрыс болыпты. Шын мәнінде ол кәдімгідей әсері бар. Әсерін тигізді негізі. Онсыз мен сахнаға шыға алмас едім. Оның көмегінсіз. Өйткені уақытша болса да, бірақ жақсы бір эффектін берді. Ана жерде тұрып, кәдімгідей сахнаның. Бірақ бізге дым білінген жоқ сенің сөйтіп айтып тұрғаның, кәдімгі өзің даусыңмен. Иә. Ешқандай. Басында бар діріл деген сияқты болды ғой бәрі. Ноталарға бір сенімсіз. Бір жағынан оны сен ауырмасаң да ондай басында болады. Толқудан да болады. Басы солай басталады. Бірақ өзі ішкі күйін сезініп, жаңағы состояниясы дұрыс болмай тұрса білініп тұрады. Бірақ халыққа ол білінген жоқ. Бір жағынан жақсы сынақ болған, өзінің жаңа айтып отырған даусының қуаты қандай, қай жерде қандай нотаны алам дегенде, менің ойымша жақсы эксперимент сияқты, өзі табиғаттың берген эксперимент. Сонысымен қызық болды бір жағынан ше. Иә да. Кейде осы кәдімгідей. Енді өзің көңілің толды ма берген концертіңе, балам? Иә, жалпы. Жалпы одан кейін көңілің толды? Жалпы, конечно. Осы сынақтан өтіп, әйтеуір залды толтырып, өзің баяғыдан бала кезден айтқым келіп жүрген әндердің барлығын жинап, құрастырып, соны
сол арманға жеткеніме бақыт сезініп жүрдім осы уақыт әлі соның буымен жүрмін әлі. Бірақ жаңағы нәтижесі кез келген істің соңындағы қойылған үлкен нүктесі ғой, енді биылғы жылдың қорытындысы сен үшін былай айтқанда. Жалпы телевидение түсірді ма? Мен соны кейін соңында айтқан кезде сендер өздерің үшін ютубқа түсіріп жатыр деп ойлап бастайтын болғанбыз ғой негізі біз. Сосын Алтынбек Рахметоваға жазды, Қазақстан телеканалының режиссері. Сол жаңағы концерттің рекламасы кеткен кезде соны көріп маған инстаграмнан жаз, Абек осыны сен концертіңді Қазақстанға түсірейік деп өз ұсыныс тастап, әрине келісіп арға өздері келіп түсірді. Өздері келіп түсіріп берді. Мен оны білмеппін. Оған да көп рахмет. Сол Алтынбек ағамыз өзі шығып өз ұсыныс тастап үлкен басымен. Маған осы кейде Айбектің шығармашылығы былай көрінеді, өзі көп нәрсеге еңбекпен ұмтылады, бірақ барлық бақ жаңағы Алтынбек аға сияқты үлкендер Айбекке керісінше өздері келіп, өздері былай жасайық, былай айтайық деген ұсыныстар айтатындай. Шын мәнінде жаңа Қазақстанның түсіруі, өздері хабарласуы бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі көрермендердің ішінде байқағаным көпшілігі журналистер болды. Бір топ Қазақстанның журналистері келді. Жаңағы арналардан, радиодан үлкен қауым, жаңағы Айбектерден үлкен поколение дейміз ғой, солар әртістер, әншілер бәрі қолдап келді. Оның бәрі Айбекке деген шығармашылығын сыйлайтыны, осындай кәсібилігін сыйлайтыны деп есептеймін. Иә. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, осы күнге де жеткізген әуелі Алла, сахнада да айттым ғой. Екіншіден әке-шешем. Жаным менің. Енді Баку жайлы айтып берсең? Бакуде менің Канул деген досым тұрады. Біз Алматыда бірге оқығанбыз колледжде, Чайковскийдағы колледжде. Ол пианист, мен гитарист болып. Бітірген соң ол 10 жыл өтіп кетті ғой. Өзі Азербайжанға көшіп кеткен. Сосын сол жақтан, соның тарапынан сол жақтан бір кісі хабарласты маған. Заур Әлиев деген кісі. Жаңағыдай концерттер, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырушы кісі. Мені жаңағы әлеуметтік желіден байқап, мен салып жүрдім ғой жаңағы әртүрлі әлемдік хиттерге каверлер жасап, содан видео байқап қалған. Канулдан сұрап мынау кім деп, менің сокурсникім Абек деп, содан әңгімесі бастап, олар да жарты жылдай бірге өздері кездесіп, Абекке концертті Бакуде ұйымдастырайық деп, қалай ұйымдастырсақ болады деп өздері ақылдасып жүрген екен. Сосын маған шықты, Канул айтты маған. Канулдың аты негізі көңіл. Оны мен сосын білдім, 10 жылдан кейін. Көңіл. Маған шықты, Абек осындай бір кісі, организатор кісі, сенің творчествоңа ғашық болып, сен осы Бакуде концертіңді ұйымдастырғысы келіп жатыр деп. Соған қалай қарайсың деп. Әрине деп. Екі қолын көтеріп келісім бердім. Сосын ертесіне хабарласты, детальдардың барлығын сөйлесіп, ол 2-4 ай бұрын. Онымен де біз біраз ақылдасып, жаңағы моменттерді қалай жасаймыз, ұйымдастыру жаңағы моменттердің барлығын ақылдасып жүрдік. Сосын 30 қараша, ноябрь деген ғой? Иә, қараша. 30 қарашаға туралатып, концерт болады деп осы күні. Билеттердің барлығын сояқтан өздері алып, өздері ұйымдастырып, сояқтан өздері команда тауып беріп маған. Шақырып, күтіп алып, кәдімгі аяғымды жерге тигізбей.
өзім таңқалып қалдым негізінде. Енді Бакуде мен бір ойым, Бакуде кім күтіп отыр, мен сонша еденде ол жақта концерт жасайтындай деңгейде емеспін ғой деп сөйтіп ойлап жүрсем, бір шыны керек ол бір 100-ден аса адам жиналды. Залда болды ма, жоқ кафе Зал сияқты, болды. муз кафе сияқты жерде Жоқ. болды ма? Ол жаңа Заур деген кісі, ол жаңағы консерваторияның при консерваторий зал денейтін, при консерваторий деген консерваторияның ішіндегі зал ма? Иә. Опера студия деген консерваторияға тиесілі сондай залдары бар екен, сол жерде жұмыс істейді екен. Біраз жылдан бері организатор болып, әртүрлі шаралар таңнан кешке дейін қойылымдар қойып жүрген кісі. Сол жер бір 500 адамдық орын сиятын зал. Сол жақта жасадық қой. Бірақ ол 500-ге жеткізе аламыз, жеткізе алмаймыз деп өз күмәнданып, мен күмәнданып жүргенде жоқ, Әбек еш күмән болмасын, бұл менің жаңағы қызығушылығыммен, интересіммен деген. Иә, қызығушылықпен. Менің қызығушылығымда мен жай ғана бұны эксперимент ретінде, тесті бір концерт ретінде өзім үшін жасағым келіп тұр деген соң мен келдім. Арнайы шақырып, ұйымдастырып. Негізінде мен де жаңағы отказ берген болатын, маған бас тартқан, мен жинай алмаймын ау тағы деп ше, адам жинай алмаймын ау деп. Бірақ тыңдармандарың көп екен ол жақта. Барған соң көзім жетті, ол жақта да тыңдарман табуға болады екен. Жақсы қарсы алып алды. Ол жақта да әртүрлі әлемдік хиттер, Батырхан Шүкенов ағамыздың әндерін, біраз әндерін айттым. Қазақша, орысша, ағылшынша, әзірбайжандық. Сенің әніңе дайындалған ғой олар, Иә, музыканттар. Мен дайындықта онша бүйтіп аса бір болған жоқ. Сол күні дайындалдық, шыны керек. Жаңа енді тестовый болған соң, концерт болған соң. Профессионал музыканттарға қатты дайындық керек дейміз ғой. Иә, жақсы, музыканттар да жақсы болды. Таңертең келдік, дайындалдық, түске қарай концерт бердік қой. Түсте болды, сағат 3-те болды. Көрермен қалай қабылдады? Керемет қабылдады. Көрермендердің жас ерекшеліктері қандай? Ол жақта. Әртүрлі, ішінде жастар да болды, үлкен кісілер де болды. Барлығы әйтеуір билеп, енді әлемдік хиттер болған соң. Сенің репертуарыңда әлемдік хиттер көп, сонымен қатар енді авторлық әндерің бар, одан бөлек Батырхан Шүкеновты де Батырхан жақсы Шүкенов тыңдайды. ағамызды өте жақсы құрметтейді деген ол жақта. Жаңа маған Заурда айтты сол кезде. Батырхан Шүкеновтың репертуарынан ән дайындап қой деп. Мысалшы, сенің концертің рекламасын ол жақта қалай реклама еткен? Ол жақта Инстаграммен ба, жоқ әлде? Инстаграм емес. Тек афишамен. Афишамен, қала бойынша афишалардың барлығын жабыстырып. Сол И содан бұрынғы халық формат. жиналып жатыр, сонда? Содан да болды. Негізі қазір әлеуметтік желіде реклама жасаған әсер жақсы ғой. Ол жағында енді бірақ өзіміз де көмектестік негізі. Бір апта қалған кезде. Баку, ол Әзербайжан, біздің түркі халықтарының бірі ғой. Сенің әніңді бәрі қазақшаны олар бір кісідей түсінеді. Себебі түріктердің Әзербайжанның әнін біз тыңдап хит қылып жүрміз, былай айтқанда. Менің ойымша, сендер ол жақта дуэт айттыңдар. Біз Кенонмен дуэт айттық. Ол қазақша Абай Құнанбаевтың көзінің қарасын, мен Рейхон деген ән бар ғой, хит Әзербайжан, соны айттым. Екеуміз сөйтіп келістік. Райхан деген қыздың аты, Халық кәдімгідей жылы қабылдады. Именно сол моментті. Мен ол қазақша айтып тұрғанына, мен солардың тілдерінде айтып тұрғаныма кәдімгідей бір ерекше сондай бір момент болды, сәт болды.
жалпы керемет өтті концерт. Концертке дейін уайым болды, бірақ концертке шыққан кезде, концерт барысында мен уайым сейіліп кетті. Жаңағы халықтың қабылдап жатқан халықты көргенде, иә? көрген кезде. Концерт біткен соң да организаторлары, Заур, барлығы мені жылы шығарып салды үйге дейін. Концерт жайлы ғана емес, жұмыс жайлы ғана емес, басқа да бір мәселелермен хабарласып тұр деп, алдағы уақытта байланыста достасып қайттық. Менің репертуарымда көбінесе жаңағы ескі әндер ғой. Иә. Ретросы да бар. Сонда сені Инстаграм арқылы, әлеуметтік желі арқылы танып тұр, Бакудың халқы. Мысалы, Бакуге кетіп бара жатырмын деген мен Инстаграмнан көрдім. Қуанып кеттім, Бакуде мен балам концерт берейін деп жатыр екен деп. Тіпті екеуміз барғымыз да келді ғой. Әрине. Енді Баку ол мәдениет, түркі халықтарының ішінде мәдениеттің астанасы болып саналады ғой. Ол жақты бағындырып келу, жалпы Айбектің бүкіл әлемді аралап жүргені бекер емес. Музыкант ретінде, нағыз музыкант ретінде Америкада оқып келді. Кейде мен ойлаймын, шетелдік хиттарды орындап қазір жастарға өтімді болып жатыр. Оны сол әуенімен орындау, жаттап алып тілді, оған да бір қабілет керек шығар. Жаңағы Әзірбайжан тілі жарайды бізге ұқсайды, бірақ ағылшын тілінің жай ғана оқымай оны әнге айналдыру. Осы процесстер жаттау барысы немесе саған өте оңай ма ағылшынша? Мен жалпы кішкентайымнан сол ағылшынша әндерді тыңдап өстік қой. Үйде әке-шешеміз ағылшын әндерді тыңдайтын еді ғой. Қазақшадан бөлек Брайан Адамс, Стинг деген сияқты. Әкем как раз ол кезде сол менің жасымда шығар, 20-дан аса. Студент кезден бастап қой енді. Сол кезде хит болған әндерді, шетелдік болсын. Как раз сондай да заман болған еді ғой, шетелдік мультфильмдерді прокатқа алып, сатып алып, қайта көре беретін. Сол шетелдік, негізі сол шетелдік мультфильмдердің жаңа саундтректерін жаңа айттым ғой. Ағылшынша болса, маған сол тіл қызық болып естілетін, ағылшынша кішкентай кезімде. Солар сияқты қылып айтқым келетін есімде. Жаңа ағылшынша түсінбесем де қағазға жазып алып, қазақшалап сөйтіп үйде айтып жүретін. Тілдің де икем келіп тұрған содан да шығар деп ойлаймын, мен кішкентай кезімнен айта бастаған. Оның үстіне сосын Алматыда 81-ші мектепте ағылшынша тілге басым көңіл бөлінген. Жоқ, сондай еді ғой, гимназия ма? Мектеп. Уклоном на английский деген қалай қазақша? Иә. Тереңдетіп оқытылады ағылшын тілін. тілі тереңдетіп оқытылады, мектепте оқыды ғой бұлар. Соңында бір әсер. Тілге негізі тез бейімделеді мен балдарым. Сол әсерінен шығар деймін. Соның бәрі концертте нәтижесін берді ғой. Айбек жаңағы Диснейдің саундтректерін орындағанда, бұл менің бала кездегі арманым деп, ол мүмкін көрермендердің ішінде бәрінің арманы болған шығар. Бір жағынан сол кезеңге, сол бала кезге бәрін жетелеп кеткенде көрінді. Енді балалық шақтағы армандардың бәрі шындыққа айналып жатқаны. Аллаға шүкір, иә. Негізі Америкаға барып келгенде саған үлкен сабақ болды ғой. Иә. 2015 жылы Айбек Америкада оқып келді. Аллаға шүкір. Осы Америкадан оқып келгеннің арқасында тілге бейімді, сосын жаңа гитараның бір қырларын үйреніп келді да бәрі бірші. Одан кейін Америкада тұрам деген арман жоқ та қазір бұдашы. Бұйырса Америкада концерт берем деген арманы бар. Америка жайлы кішкене айтып өтсе балам. 2015 жылы, оғанда 10 жыл өтіп кетті ғой. Әуелі Құдай, екінші ата-анамыздың арқасында барып қайттық. Ол жерде менің
Али деген ағам тұрады. Ол да музыкант. Ол да өзінің ерекше дауысы бар. түрі бар, бойы бар. Бой десе бой, түр десе түр. Американың тұрғыны сондай, Ол жерде тұрғын болып кетті. Ол Америкада әлі тұрып жатыр. Сол ағамның шақыртуымен барып қайттым. Музыкалық квалификация. Музыкалық квалификациямды жоғарылады. Өмірден де сабақтар алдым. Американың жалпы өмірі, ритмі, жалпы өмірлік режимі өзгеше екенін байқадым. Ол жерде барлығы жылдам, әйтеуір адамдар асығыс, қарбалас, жанталас. Енді біраз тұрып, Америка арман болды. Сосын ол жерде енді біраз тұрып, сол моментті көрген соң бәрібір елімізге жетпеген ғой деп. Сондай да бір тәубеге келіп қайтқан жайым да болды. Америка не берді, не үйрендің? Сол сабақтарды үйрендім, өмірлік. Жаңа Джон Мэйрдің концертіне бардық. Енді Абик алдағы уақытта тағы да сұхбат өзіңмен емделген кезіңде көңіл күймен, басқаша әсермен тұратын боламыз. Қазір енді соңғы сұрақты қойсам, ол концертте бәріміз байқағанымыз, сенің өзіңнің авторлық әндеріңде бір ритммен және өзің жазған, өзің бәрін өзің аранжировкасы болсын, студияда болсын көрініп тұрды. Жаңа қолтаңба дейді ғой. Сенің қолтаңбаң бірден байқалады жастар арасында. Алдағы уақытта қандай әндер жоспарлап жатырсың? Менің ойымша, біздің ойымызша, сол ырғақты, ритмді әндерге көңіл бөлу керек секілді. Мен ана әр концертімде осындай ойға келем. Өйткені айтқым келетін әндерімнің көбісі негізі сол баяу әндер. Білмеймін, айтады ғой жаңа. Маған біреу айтты, сен неге сен жүрегің жай соғады ма деп. Баяу соғады ма, сондықтан ма сен жай баяу әндерді жақсы көресің. Сондай негіз бар еді жаңағындай. Ғылыми тұрғыда зерттеулер. Мен де жиі айтам ғой негізі. Көңілді әндер айтыңдар деп негізінде. Бастан жиі шығармашылық адамына баяу, сондай мелодичный әндер көбірек ұнайды. Енді халықтың да сұранысына. Енді концерт болған соң ол жерде ондай да әндер айтылу керек, мынандай да әндер айтылу керек. Бірақ байқағаным, сол менде жылдам әндер жетіспейді екен репертуарымда. Сондықтан осы жақында Пәк деген әнді шығардым. Пәк көңіл деп. Соның артынша да тағы бір де ән дайын тұр деп едің ғой? Оның артынша да тағы бір. Бірақ оның процестері бізге ән шығарғанда бәрі оңай көрінеді. Абик өзі ән жазады, сөзін де қазір мәтінде өзі жазып жүр. Бірақ студиядағы жұмыстары бар, тазалығы бар. Тыңдарманға дейінгі кезеңде әннің қаншама жұмыстардан өтетін халық біле бермейді. Енді алдағы уақытта жақсы әндер, бұдан да өтімді керемет әндер күтеміз. Абик не бастаса да ол хитке айналады. Қолы алтын, дауысы алтын. Біздің замандасымыз, ағамыз, мақтанамыз. Өзіне мақтамағанымызбен сыртта мақтанып жүреміз. Ол Абик менің ағам, өте талантты музыкант деп. Өнерің үшін рахмет. Келгенің үшін рахмет, ауырғаныңа қарамай. Әлия, Абиктің мамасы деп таныстырып отырсың ғой. Мені көрсеткім келді Абиктің мамасы ретінде. Рахмет жаным көңіліңе, ниетіңе рахмет. Балама да, өзіңе де шығармашылық табыстар тілеймін. Сіздерге рахмет. Енді алып анадан туады деп айтады ғой. Бекер емес. Өзіңіз де өнер адамысыз. Ол сіздің болмысыңыздан, талғамыңыздан бәрі көрініп тұрады. Демек, сондай анадан талантты ұл
өмірге келіп қазір жұлдызы жанып жатқаны, маңдайы жарқырап қазақты бүкіл әлемге танытатынына сенімдіміз. Осы үшін сізге рахмет. Осындай талантты ұлдар сыйладыңыз қазаққа. Ол туралы біз хабардармыз, халық та білет. Көп рахмет. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін енді керемет сүбелі әңгіме болғандай болды. Әлде айтылмай қалған біраз әңгімелер бар, оны келесі подкастымызда жалғастырамыз деген ойдамын. Рахмет. Рахмет. Кішкене енді ауырыңқырап тұрған болмаса, бүгін мазам болмай тұрған болмаса, жалпы бәрі шынайы болды осы. Бұндай подкасттарға жалпы мен ашықпын. Тем более өзімнің қарындасым шақырып тұрғанда. Енді келесі жылға дейін емделіп, 1 жылдан кейін көрсеміз. Бір жылдан. бір жыл Келесі жылғы уже 20 күннен кейін.